Mına kadın beni erden şaşattı. Benim şımırtkamda alıp stadı beni iyice üstek işiyor. Beni şolmadır ujatır işat. Buna videonu iş kayda salып işkime көрсетуші болмар. Түсіндің ба? Атуада көшедегі мұшықтар көріп қойып мені мазақ қылады. Сен қаншықтың өзі басын істема, мен итак өзім шум болған ба тілім бар ғой. Ай, көтімді витердің, ай, байталды көтімді витердің. Туй, бір кішкене суым бұзақында осы жұмысында қуасында вообще. Уф, бітіп атқан сияқтымыз мәз. Саған қазір ұстан шығып алайын барып, аяқ кеме сеп қоям. Сен мен сығайын дедім ба, қуасың ба, сен мен сығып, өтші стиральды машинеға сыға салмадың ба? Албасты, все, жібер мені, все, уай, дай көтерсей. Да, ну, гүлба, ну, не мынау? Павлин ба, немене біле мынау? Ойбай, пісмілі. Сабыр болды. Мен еркек емеспін ба? Бірақ кішкене ішімнен қорқып тұрмын. Мынаның қасына жақындаса мені жұтып қоймайды ма? Мені ойбай қорқып қалды деп ойламай-ақ қойыңыздар. Просто енді ит ішініп жұтқаннан кейін не жат етпей-ақ қояйын деп осылай диванның үстіне шығып алдым. Не стоит температурить, Джеки-чан, сен просто темірсің. Менің орнымды баса алмайсың. Түсіндің ба? Жүре берсең көре береді екенсің ғой, я. Мына топаспен бір үйде тұрамын деп көрмейтін нәрсені көріп жатырмын. Психологқа барам-ау деймін. Я, маған психологқа жазылу керек. Туф, осы қатынды көрсем түшкім келеді бар ғой. Кеше түнде маған ішіне бір нәрсе тығып жатыр еді ғой. Не тығып қойды екен? Аш, есікті аш. Қазір ашпасаң осы жерге жібере салам маған бәрібір. Туалет қай жерде еді? Мына жарты баспен тұрам деп бүкіл миымның бәрін шайып жүрді. Мына жақа екен ғой. Бұл жүрмеш менің артымдан. Не көтімді аңдып менің төй бір қалш болды. Жетпеген осы еді енді бүкіл жерге масқарамды шығардың енді. Хотя пофиг отырған түсінмейді жарсың. Сенің түріңді көрсем шынымен туалетке барғым келеді, бірақ камераңды құрт, потом өзім спокойно жасайтын тірлігімнің бәрін жасай берем. Менімен бірге жаттығу жасауға дайынсыздар ма? Короче, осылай тұрамыз, және де басымызды екі жаққа раз, два деп осындай жаттығу жасаймыз. Сол кезде мойындарыңыз ауырмайтын болады. Таң ертеңнен бері мына үйдегі екі аяқтымен жаттығу жасайым деп терлеп кеттім, одан кейін шөлдеп кеттім. Қазір осылай суымды ішіп алайын. Мәссаған достар, мен әрі қарай жаттығу жасай алмайтын секілдімін, өйткені мен шаршап қалдым. Біраз кішкене демалып, ойбай, емнемене мынау, өйстішам. Бір жатып демалайын десем, осы ғой енді шулап. Осы тесік бастың істейтін жұмысы жоқ ба? Айналайын-ау, ана жақта пасудан жуылмаған, полың жуылмаған. Хотя бы ана киімдеріңді стиралкада шығарып қойсайш. Мына жақтың шаңдарын сүрттің ба сен? Сүртпеген сияқтысың ғой? Мына түріңнен қандай баялады сені, айтшы. Сендерге шынымды айтайын, мына екі аяқты бар ғой, түнімен тик-так, рилс, ютуб қарап жатады. Әйтеуір бір күні мына үйді өзім жинап кетпесем болды әйтеуір. Шықпаймын, сен қатын тағы да бір нәрсе ойластырып, қазір мені мазақ қылайын деп тұрсың. Мынау не иісі бір түрлі ғой, вкусняшка екен ғой, ал басты білесің мені қалай көндіру керектігін. Құдай, не жаздым, Құдай. Бір-екі шыбынды өлтіргенім болмаса түкте кінәм жоқ қой, несіне мына қатынмен қосып қойдың мені, айтшы, неге? Өзі ырза, әйтеуір маған тақ қойған қара. Шешші айналайын, шешші маған тоңды, ұнап жатқан жоқ, шешші айналайын, тасташ. Адам емес екенсің бар ғойшы, бетің айтайын. На то пошло, осылай жатып алам, жүрмеймін мен. Не, мен мал көріп тұрсың ба, құры кет бар, жүрмеймін шықайда.